сүйікті оқырмандарым, менің бүгінгі тақырыбым 10.000 қадам, яғни 10.000 шаг жасау денсаулыққа қаншалықты пайдасы бар. Осы туралы осы тақырыпты сіздермен бірге талқылағым келіп отыр. Мен есімім Ұлбосын Еспекқызы, кардиолог және диагноз дәрігері. Менің каналыма қош келдіңіздер. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қимыл қозғалыста болу, яғни күнделікті күнде жаяу жүру, 10.000 қадам жасау, ол кез келген адамның қолынан келе беретін іс, бірақ оған ерік-жігер керек. Статистика бойынша әрбір қазақстандық 3.000-4.000 қадам жасайды екен. Яғни бұл дегеніміз қимыл қозғалыстың аздығын білдіреді. Енді қатып қалған қағида жоқ. 10.000 деген 10.000 шаг қайдан пайда болды? 10.000 шаг кезінде 1964 жылы, яғни Жапонияда Олимпиада болар алдында шагомер деген аппарат ойлап тапқан, и сол шагомерді рекламасында, яғни маркетингтік ход ретінде 10.000 шақты ойлап тапқан екен. Яғни 10.000 шаг жасасаңыздар, денсаулықтарыңыз жақсы болады, денсаулықтар нығая түседі. Көптеген зерттеулер болған осыны дәлелдеу мақсатында, көптеген тәжірибелер өткізген. Солардың бірі Гарвард медициналық мектебінде Илан Ли деген профессор өзінің зерттеуін жүргізген. Ол жерде зерттеу барысында 60.000 әйел адамды алып, 4 жыл 3 ай олардың өмірін бақылаған. Сол бақылау барысында 504 әйел қайтыс болған. Олардың орта есеппен, қайтыс болғандарды зерттей келе, орта есеппен 3.000 шақтан, күнделікті күнде 3.000 шақтан төмен қимыл қозғалыста болғаны дәлелденіп, осы зерттеу барысында 4.000-нан жоғары болған әйелдердің ішінде аяқ асты өлім жітімі азайғанын дәлелдеген. Сондықтан бұл дәлелдер, бұл зерттеулер біздің қимыл қозғалыста болатынымызға, шағымызды, яғни қадамдарымызды көбірек жасағанымызды дәлелдеп отыр. Енді бұл көп жүрудің денсаулыққа қаншалықты пайдасы бар. Яғни 10.000 қадамға жеткізсеңіз де, жеткізбесеңіз де, ең бастысы бұл жерде жүрудің түрі мен жылдамдығына да байланысты. Яғни сіз күніне кем дегенде 5.000 қадам жасайтын болсаңыз, ол сіздің денсаулығыңыздың және артық салмақтан арылуыңызға көмегін көрсететіні ғалымдар дәлелдеп отыр. Енді сіздерге денсаулықта қаншалықты пайдалы болатынын нақты айтып берейін. Бірінші, қимыл тірек аппараты, яғни бұлшықеттердің күнделікті күнде тұрақты түрде жаяу жүргеннің арқасында бұлшықеттеріңіздің тонусы артып, бұлшықеттеріңіз күшейе түседі. Бұлшықеттің массасы ұлғайып, тірек қимыл аппаратына жақсы әсер береді. Сонымен қатар, жаяу жүрудің тағы бір пайдасы, жүрек қан тамырларын нығайтады. Қан тамырлардың эластикалығын жоғарылатады, жүрек бұлшықеттің күшеюіне көмектеседі. Үшінші, сүйек жүйесінің нығаюы, остеопорозның алдын алу мақсатында жиі жүрсеңіз, 10.000 қадамға дейінгі қадамдарды жасасаңыз, оның да пайдасы орасан зор болып келеді. Гормондық жүйенің эндорфиндердің бөлінуіне де көмектеседі. Мидың қан айналымын жақсартады, адамдардың есте сақтау қабілеті артады. Егер сізде қант диабеті болатын болса, қандағы қанттың мөлшерінің қалыпқа келуіне де осы жүріс көмектеседі. Артық салмақтан арылуға көмектеседі. Тек қана жүріп қана салмақтан арыла алмайсыздар, қосымша тамақтануыңызды реттеуіңіз керек және жаттығуларды қосқаныңыз дұрыс. Жүруді қай жерлерде жүрген дұрыс? Мүмкіндіктеріңіз болса, саябақтарда, табиғат аясында жүрген дұрыс. Қалаларда және автомагистралдарда жүру қауіпті болып есептеледі. Енді қалай біз дұрыс жүре білуіміз керек? Егер сіз күнделікті күнде көп қозғалмайтын адамдардың қатарында болсаңыз, онда 15 минуттан бастағаныңыз жөн. Жедел немесе созылмалы аурулар
бар болса, онда жүруді аздан көпке қарай тұрақты түрде жүру керек. Ол үшін күнделікті күнде 10-15 минуттан бастасаңыз бірінші күні, осы аптаның ішінде 15 минут жүріңіз, келесі аптада әр апта сайын 1-2 минут қосып отырасыз. Осылай күнделікті күнде жүру арқылы тұрақтылықтың арқасында сіз өзіңізге қойған мақсатыңызға жете аласыз. Сіздің мақсатыңыз артық салмақтан арылу болса, артық салмақтан арылу мақсатында жүріп, қосымша диетаңызды ұстап, калорияңызға мән беріп, және қосымша нагрузкалар жасайтын болсаңыз, онда сіз сол артық салмақтан арыласыз. Ал денсаулығымды түзеймін, күш қуатымды арттырамын десеңіз, күнделікті күнде 15 минуттан бастап 1-2 минуттан қоса отырып, өзіңіздің мақсатыңызға жете аласыз. Қазір мүмкіндіктер көп заман. Бұрын арнайы шагомер сатып алатын болсақ, қазір кез келген смартфонда осындай шагомерлер бар. Сол шагомерлер арқылы өзіңіздің қадамдарыңызды санап отырсаңыз болады. Ал егер жоқ, маған керек емес, қадамды санамаймын десеңіз де, оған да көнеміз, өйткені шағыңызды санап отырғаннан гөрі өзіңіз күнделікті 1 сағаттай жаяу жүретін болсаңыз, бір сағат 20 минуттай жаяу жүретін болсаңыз, 10 000 шаг жасағанмен тең болады. Ал шагомерге қарап жүрем десеңіз, онда кез келген смартфон арқылы, приложенияларды жүктеу арқылы солай жасап өзіңізді бақыласаңыз болады. Менің ақпаратым пайдалы болды деген үміттемін. Сіздерге комментарийге, егер күнделікті күнде шаг жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде қанша шаг жасайтындарыңыз комментарийға жаза кетіңіздер. Сонымен қатар өзіңіздің денсаулығыңыздың қаншалықты нығая түскенін де жаза отырыңыздар. Менің ақпаратым пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі видеода көріскенше.